Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңда тренд және хит болып жатқан Oreo пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз барлық ингредиенттерді алдын ала бөлме температурасында дайындап шығарып қоямыз. Ал енді кірісетін болсақ, бірінші жұмыртқамыздың үстіне сары майымызды және де өлшеніп алынған қантымызды салып, барлығын бір келкі болғанға дейін араластырып, және де үстіне разрыхлитель мен ұнды қосып, песочное тесто илеп аламыз. Мен сіздерге төменде описание бөлімінде барлығының өлшемдерін қалдырып кететін боламын. Және де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді және де видеомды соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды біз 20 минут немесе жарты сағатқа морозильникке салып қоямыз. Содан соң салмасына кірісеміз. Салмасына дүкеннің 20% қаймағын және де қалған өлшеніп алған ингредиенттеріміздің барлығын салып, араластырып, бір келкі масса болғанға дейін жасап аламыз. Және де айта кететін жағдай, достар, міндетті түрде барлық ингредиенттерді бөлме температурасында шығарып қойған абзал. Өйткені біздің пирогымыз көтеріліп, әдемі болып пісуінің бір құпиясы осы біздің ингредиенттеріміздің бөлме температурасында болуы. Сондықтан да міндетті түрде жасар алдында шығарып қойғандарыңыз негізі дұрысырақ. Енді дайын болып тұрған салмамыздың үстіне Oreo печеньеларын бөліп саламыз. Мен негізі осы Oreo печеньесін жақсы көретін болғандықтан кішкене көбірек қостым. Ал енді сіздер өздеріңіздің таңдауларыңызға қарай көп немесе аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Енді біз дайын болған қамырымызды формамызға салып аламыз. Форма менде 22 диаметрлі, сіздер 24 сантиметрлік форма алып қолдансаңыздар да болады.
дайындап алдық. Енді осы қамырымыздың үстінен жаңағы дайындалған салмамызды салып, бетіне Орео печеньеларын қойып шығамыз. Енді осы дайын болған пирогымызды алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутқа қалдырып, содан соң дайын болғаннан соң шығарып, міндетті түрде 2 сағат суытып алып, содан соң ғана формадан босатсаңыздар. Өйткені бірдестен босататын болсаңыздар, ортасы қатпай, сіздердің пирогтарыңыз шықпай қалуы мүмкін. Мінекей, енді мен сіздерге ортасын көрсетейін. Ортасы биік және де әдемі, дәмді шоколадный пирогымыз біздің дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңыздан да бір жасағаннан шығатын нағыз қазіргінің хит пирогын менімен бірге дайындап көріңіздер. Мені соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Барлықтарыңызға да ас болсын. Сау болыңыздар.